Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан сәтті шығатын қамыры лүпілдек пісіп шыққаннан кейін басылып қалмайтын өте дәмді пигозилардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бірінші кезекте қамырын дайындау үшін апара қоятын боламыз. Ыдысымызға жылы суымызды, қант және де ашытқымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін осы массаның үстіне електен өткізілген 400 грамм ұнымызды саламыз да жақсылап ешқандай түйіршікті қалдырмай араластырып аламыз. Кейін осы массамыздың бетін жауып 15-20 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Ол уақытта біз салмасын дайындайтын боламыз. Менде бұл жерде 500 грамм осындай майлы фарш болу қажет. Осыған енді ұсақтап туралған 250 грамм пиязымызды, 350 грамм орамжапырақ, 2 тісше сарымсақ және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш, 2 ас қасық соя соусын қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің ыдысым кішкене кішірек болғандықтан үлкен ыдысқа аударып алдым және де қолдың көмегімен біркелкі болғанша жақсылап қолымызбен басып араластырып аламыз. Егер де фарштарыңыз майсыз фарш болатын болса, 30-40 граммдай сұйық май қосып жіберіңіздер. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді біздің апарамыз осылай көтеріліп шығу керек. Енді 600 грамм бөлек ұнды електен өткізіп аламыз. Оған 15 грамм тұзымызды қосамыз да бір араластырып жібереміз. Және осы ұнды апарамыздың үстінен салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Барлық құрамдарын видеосына описанияға қалдырып кететін болам. Сол жерден көріп жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ қамыр болады. Енді осыны осындай шайпақ жерге қоямыз да үстінен 3-4 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, жақсылап илеп алатын боламыз. Сұйық май бізде жұмсақ қамыр болғандықтан қолға жабыспас үшін сұйық маймен илеп аламыз. Ешқандай да артық ұн қоспаймыз және де осы тұрған жерінде бетін салафан қалташасымен жауып көтерілгенше қалдырамыз. Бізде апара дайындап істегендіктен тез көтерілетін болады. Міне бізде қамырымыз осылай көтеріліп ашып шықты. Енді қолымызды сұйық маймен майлап аламыз да жабыспас үшін. Осы қамырды 100 грамм немесе 80 граммдан өздеріңізге ыңғайлы мөлшерде бірдей бөліктерге бөліп шығасыздар. Мен 80 граммнан бөліп шықтым. Сонда менде 21 дана шықты. Қаласаңыздар 100 граммнан бөлсеңіздер де болады, өз еріктеріңіз. Бәрін осылай бөліп, күлшелеп шығамыз және де бетін салфан қалташасымен жауып, тағы да бір 5 минутқа қалдырамыз да. Кейін шетінен осы алып, ұн себе отыра жаямыз. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. Қатты жұқа болмайды. Міне видеода көрсетілгенде қалыңдықта жайып аласыздар да, ортасына салмасын салып, салмасын көбірек қылып сала беріңіздер. Видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Міне осылайша мантаварканы майлап, майланған мантаварканың үстіне қойып жайғастырып отыратын боламыз. Екінші қамырды көрсетіп жіберейін. Мен қанша рет осы пигозиларды жасап көрдім. Ең ұнаған сәтті рецепттердің осы болды. Өте жұмсақ, лүпілдек, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне майланған манты қазандарымызға араларын ашық-ашық етіп орналастырамыз. Алдын ала су қойып қойды, ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған судың үстіне манты қазандарымызды орналастырып, бетін жауып 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің пигозиларымыз пісіп шықты, осылай көтеріліп, ешқандай да басылып қалмайды, өте лүпілдек, дәмді болып шығады. Енді осыны аламыз да тарелкамызға салып,
ортасын ашып корея осындай сәбіз салатымен ұсыныңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіп қойды да ұмытпаңыздар. Және де алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.